Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич, урматтуу Аземдин коноктору. Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу келишимдин күчүнө киргенине байланыштуу Кыргыз тарап мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагындагы баажы көзөмөлүн алып салуу аземине даяр. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагында баажы көзөмөлүн алып салуу жол жобосуна киришүүгө уруксаат бериңиздер. Аса мартебелі елбасы құрметті Алмазбек Шаршенұлы. Қырғыз Республикасының Евразиялық экономикалық одаққа келісім шарға қосылу туралы шарттың күшіне енуіне байланысты мемлекеттік шекараның Қазақстан-Қырғыз учаскесіндегі барлық 8 өткізу пункттары кедендік бақылауды тоқтатуға дайын. Кедендік шекараны ашуға рұқсат етіңіздер. Береміз ғой. Ағай, сіз айтыңыз. Рұқсат. Бажы көзөмөлү алынсын. Мен кедендік техникалар Қазақстанның мемлекеттік шекара қызметінің қарамағына өтті. Қырғыз елінің президенті Алмазбек Шаршенович мырза, құрметті қырғыз бауырлар, бүгінгі церемонияға қатысушылар, баршаларыңызды бүгінгі өте жақсы жаңалық мереке Қырғыз-Қазақ арасындағы шекаралық кеденнің барлығын алып тастауменен шын жүрегіммен құттықтаймын. Бірнеше жылдан бері қарай Қырғыз елі осы біздің Евразиялық одаққа кіру үшін үлкен шаралар жасады. Қазақстан әр уақытта да қолдап отырды, көмектесіп отырды барлық жағынан. Мінекей осының арқасында бүгін бұл жұмыс шаруаның біткенін айтып отырмыз. Жалпы алатын болсақ, туысқан екі елдің арасында ешқандай шекаралық кеден, ешқандай төгіс болмау керек. Дегенменен мемлекеттер болғаннан кейін мемлекеттің шекарасы болады, оның қауіпсіздігі болады, келіссөздер болады. Менің сенімімше Қырғыз жағынан келісілген Евроодақтың комиссиясының барқында біздің екі жақты келіссөздердің қол жеткен барлық келіссөздер түгел орындалады деп сенемін. Екі елдің арасында қарым-қатынас, сауда-саттық бұдан да жоғары болу керек деп ойлаймын. Қазірге жеткен жетістік жаман емес. Сондықтан мен шын жүрегімнен Қырғыз еліне жақсылық, береке және Қырғызстанның ішіндегі бірлік болса екен деп, экономикасы өркендеп, халқының жағдайы өсе берсе екен деп ойлаймыз. Мынау өте қасиетті Ыстықкөлдің жағасында тұрып айтқан сөзіміздің барлығы Алланың құлағына жетсін. Екі елдің ынтымағы менен бірлігі, ел ішіндегі тынышсыздығы, болашағы одан арды аса берсін. Урматтуу мекендештер, мен үчүн чоң сыймык жана чоң сүйүнүч ушу урматтуу Нурсултан Абиш агайыбыздын жанында турам. Нурсултан Абиш Назарбаев жалаң эле Орто Азия эмес, бүт дүйнөнүн лидерлеринин бири. Анан ушу албетте бул тарыхый нерсе, анткени Кыргыз-Казак бир тууган эл. Кыргыз-Казактын ортосунда бажы эмес чегара деле Кудай бурса келечекте болбош керек. Ушундай тарыхый күндө Нурсултан Абиш Назарбаев өзү келип ушул чоң бир салтанатка катышканы, бажы шлагбаумдардын баарын алганы бул албетте бул тарыхый нерсе. Мен бир эле тилегеним бар, Ылайым Кудай келечекте эч качан ушу эки элдин ортосунда эч кандай шлагбаум, эч кандай бажы болбосун. Анткени биз бир элбиз. Кудай буйруса, мына биз албетте, мына бизде Назарбаевдей президент болбой, биз ачык айтайын, бир топ артка калдык.
Бұл да açık söz. Мына içki дүн продукция бойынша Қырғызстан, Қазақстандан har bir адамға алғанда бер жағылы бір 15-20 есе артта алғанда. Мына бізде 1000-ден ашық болса, bir адамға gelişken içki дүн продукциясының көлемі Қырғызстанда 20.000-ден ашады. Құдай бұйырса, биыл жылдың жиынтығы бойынша Қазақстан шериктештер өлкөлөрү боюнча эң биринчи орунга чыккан турат. Ошондуктан ушундай бир тоганасын жарынсыта болуп, Кудай буйрса Кыргызстандын дагы иштери оңолуп, Кудай буйрса башка бир жолго баратабыз, башка бир келечекке баратабыз. Ошондуктан бүгүнкү күн менен барыңыздарды куттуктайм. Кудай буйрса келечекте эч качан Орта Азияда Türk ellerinin arasında en yakın iki eli var. Bu Kırgız menen Kazak. Hiç kaçan gelecekte bacı degen bolbosun. İki eldi bölgön bir kandaydır bir bögöttör bolbosun. Bugün atayın gelip berip uşunday açılığa katışıp bergen üçün bizden urmatlı Ağayevska, Nursultan Nazarbayevka dağ bir jolu rahmat aytkım kelet. Akjol. Men da sүйінгөнүм ушу мына могу бекеттин аты Акжолда. Эки элибизге Акжол. Бұл екі елдің арасындағы тек қана кеден мәселесін шешу ғана емес, екі елдің арасындағы сауда-саттығын. Қазақстан мен Қырғызстан сауда-саттық жөнінен де ең жоғары дәрежеде тұрған ел. Қазірдің өзінде Қазақстаннан келген инвестиция Қырғызстанға 1,5 миллиард долларға жетті. 50 біріккен мекеме жұмыс істейді. Ферросплавный үлкен зауыт салуға қазір әрекет жасап жатырмыз екі жақтан. Мынау Ыстықкөлге Қазақстаннан келетін туристерге барлық жағдай жасау үшін қысқа жолдың мәселесін қарайтын боламыз. Болашақта электроэнергия жүйесі бірге шешу үшін су мәселесін екі елдің арасында талассыз, таралсыз бірге шешу үшін бүгін біз келіссөздер жүргіздік екі елдің арасындағы. Бұл кездесуіміз Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы барлық мәселелерді қарауға мүмкіншілік берді. Және осы өңірдегі жағдай, ахуал, бүкіл дүниедегі экономикалық ахуал, Евразиялық одақтың ішіндегі мәселелерді біз талқыладық, қарадық. Бұл Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы болашаққа жұмыс істейтін тағы бір саты деп ойлаймын. Мы провели очень продуктивные, доверительные, как всегда, переговоры на берегу Иссык-Куля. И сегодня знаменательное событие. Открыли границы таможенные между нашими странами. Это поможет оживить бизнес с двух сторон, оживить торговлю между нашими странами, выполняя условия договоренности, которые мы достигли в рамках Евразийской экономической комиссии. Мы будем двигаться дальше и уверен, мы увидим результаты положительные этого всего дела. Сейчас идет кризис, не только у нас, но и внешний, который на нас влияет. Конечно, это ухудшает показатели торговли, но это мы знали, что будут такие обстоятельства экстремальные. Но в далекой перспективе этот союз и вот эти вот вопросы, которые мы решаем, приведут к улучшению благосостояния наших народов. Поэтому я хочу, пользуясь случаем, пожелать народу Кыргызстана благополучия, успехов и счастья. Кыргыз туғандарға біз әр уақытта жақсылық, бақ, береке тілейміз. Мынау Ыстықкөлдің жағасында тұрып айтатыным, Қазақстаннан келетін, осы көлдің жағасына демалатын ағайындарға сіздер барлық жағдайды жасап, қонақжайлық көрсетіңіздер. Сонда қазақтар көбірек келетін болады. Бұл Ыстықкөлге де жақсы, елдің экономикасына жақсы, туризм күшейетін болады. Бүгінгі күннің өзі жарқырап, мінекей, көлдің ар жағындағы таулар да көрініп тұр. Мына шағындағы таулар да көрініп тұр. Алмасбек Шаршенович айтып отыр, бұл біздің кездесуімізге байланысты жоғарыдан бізді қолдап тұрған. Сіздің келішіңізге. Солай бізді әр уақытта Алла қолдай берсін. Аман сау болайық. Я хотел бы только одно добавить к словам уважаемого Нурсултана. Для Иссык-Куля сегодня знаменательное событие для жителей Иссык-Кульской области.
Сегодня Нурсултан Абишевич поддержал вот этот проект, идею о том, чтобы была построена короткая дорога. Сегодня из Алматы на Иссык-Куль дорога 480 километров. А Бог даст, за год, за два, я думаю, будет построена дорога 240 километров. Это в 2 раза короче. Ағай, мына сіз келгенше мағайшын бәтас ішіне күніге жамғыр, жан, бұлыт болып атқанда сіз кече келдіңіз, кечеден бері мына күн ашылып атат. Бұл да бір ішінле сіз айтқандай Құдайдың қолдағаны, сіздерге чоң рахмат. Біздің бір туған қазақ еліне дайыма жақсылық болсын, Құдай дайыма қолдап тұрсын. Рахмат сіздерге. Урматтуу президенттер, ушуну менен бүгүнкү иш-чарабыз аяктады. Жашасын кыргыз-казак түбөлүк достук мамиле.